Лайчул Сайт атындағы инновациялық орта мектебі жаратылыстану предметі 10 класс мұғалім Құдайбергенов Өмірбек Аблазович. Құрметті оқушылар, сабағымыздың темасы менің жұмыс уақытым. Сабақтың мақсаты жұмыс уақытысы және ес алу уақытысы, майрам күндері ес алу, өз уақытысын тура пайдалануға тәрбиелеу. Уақытты тура пайдаланасыңар, аттаған ат, уақытын біраз көріп болған үшін өткінген жылдарыңар көп болуы. Сағаттың жебесі бардық жерде бірдей айдынат. Күштілердің, мансаптылардың уақытысы қарапайым жақыр адамдардығынан көріп болбайды. Ошындай эле байы да, кедейі да уақытты топтап қоя албайды. Уақыт зымыра ұшқан құш, аны артқа қайырып албасыңар, антан уақыт тура пайдалану ақылдылыққа жатат. Егер керек демесе, уақытты өкініп қалбағыда қылып жұмышыңа жардам берген 4 қымаға тоқталады. Бірінші жинақты болуға, мәнілігіне жараша бөліштірілді. Бұл кітепте эмне мәнілүү екен бабындаға деген кеңеш берилет. Ал үчүн абдан мәнилүү же шашырыш болгон, же өкөрө тең кирген иштердин тизмеси жазылган. Анткени мәнилүү нерсе шашырыш болбошу мүмкүн. Мисалы, азык-түлүк сатып алуу мәнилүү, бирок анчалык деле шашырыш болбошу ыктымал. Ал эми шашырыш болгон нерсе мәнилүү болушу мүмкүн. Алсак жакшы көргөн теле берүүнү көрүү шашырыш болушу, бирок анча мәнилүү болбошу ыктымал. Алдын ала ойлонуштургула. Сулайман пайгамбар мокогон балда курчутулбастан да күчкө салууга туура келет. Ал эми акылмандык менен иш кылуу ийгиликке жеткирет деп жазылган. Мындан эмнени биле алабыз? Убакыт туура пайдалануу үчүн баарын алдын ала болот. Ойлонуштурууну балтан куштанга салышса болот. Убакыт менен күчтү алгандан башка көп деле пайдасы тийбеген маанилүү эмес иштерди кийинге калтыруу же таптак эле кылбай коюу абзел. Кайсы бир ишти өзүңө белгилүү убакытта эртерээк бүтөсүңөр. Кыла турган кийин иштерди баштай бергениңер оң. Баарын алдын ала ойлонуштурасыңар. Балтасын курчутуп алып иштеген кишидей болуп көбүрөөк иш бүтүрөсүңөр. Урматтуу окуучулар, силер азыркы бүткүл дүйнөдө болуп жаткан карантин учурунда өзүңөрдүн убактыңар жөнүндө кандай пайдаланып жатасыңар, маанилүү пайдаланып, ата-энеге жардам берип, сабактарды кандай окуп жатасыңар, ошол жөнүндө жазсаңар болот. Дүйнөдө болуп жаткан эмелер жөнүндө өз оюңарды билдирүүңөрдү суранам. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.